Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Жаз мезгілінде осындай үй жағдайында екі-ақ ингредиенттен тұратын мороженныйдың рецептімен бөлісетін боламын. Дәмі енді өте керемет болып шығады. Бар болғаны үйіңізде осындай банан және қойытылған сүт сгущенка болса болғаны. Және де снекерс қосамыз. Осылай бананымызды 2 банан кетеді. Жақсылап майдалап турап алатын боламыз. Және де осы бананды тағы да одан сайын майдарақ қылып турап алдым, себебі менде блендер жоқ. Үй жағдайында миксермен істесеңіздер болады. Осындай шұңғылтау ыдысқа салып, оған жаңа қойытылған сүтімізді араластырып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Егер сіздерде де блендер болмаса, осылай миксердің көмегімен де керемет мороженое шығатын болады. Міне әдемі масса болып шықты. Енді оның ішіне мен осындай 2 снекерсті майдалап турап қосып жібердім. Дәмі енді керемет болады. Оның формасына осындай одноразовый стаканды қолдансаңыздар болады. Магазинде барлық жерде бар. Осыған екеуіне теңдей бөліп жайғастырдым және де мороженныйдың қасығын осылай тығып қойдым. Енді міне мен оны холодильникте 1 түнге қалдырдым. Мороженныйым өте жақсы болып қатты, керемет болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Маған лайк, комментарий білдіріп қойыңыздар. Рахмет.